Бәріне сәлем. Бұл видеода қойдың балғын етінен жасалған сырбаздың ең оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен етті жақсылап тазалап жуып аламыз. Қазанға 50-60 грамм сұйық май құйып, етті ірілеу етіп турап саламыз. Егер етіңіз майлы болса, сұйық майды қолданудың қажеті жоқ. Қақпағын жауып, төмен отта жарты сағат қуырамыз. Өзімізге керекті мөлшердегі картоп, сәбіз, пияз және болгар бұрышының қабығын ашып, тазалап аламыз. Пияз бен болгар бұрышын турап, қуырылып жатқан еттің үстіне саламыз. Пиязды көбірек қоссақ, сырбазымыз дәмдірек болады. Пияз бен болгар бұрышын салғаннан кейін артына бірден сәбізді саламыз. Сәбізді ірілеп етіп турасаңыз, піскен кезде әдемі көрінеді. Бәрі 15 минут қуырылғаннан кейін картопты ірілеп етіп турап саламыз. Видеода көрсетілгендей капустаның қабықтарын бөліп аламыз. Осы тағам әр өлкеде әртүрлі аталады екен. Бізде сырбаз деп аталады. Кейбір жерде сірнеу деп естіп жатамын. Ал сіздерде қалай аталады? Комментарийға жазып кетіңіз. Енді тағамымызға өз қалауымыз бойынша дәмдеуіштерді мөлшермен қосамыз. Мен қызыл бұрыш, қара бұрыш, ұнтақталған кинза, зира және барлық тағамға арналған әмбебап дәмдеуішті қостым. Егер етіңіз әлі тұздалмаған болса, тұзда қоса кетіңіз. Барлығын жақсылап араластырып, жаңа бөліп алған капустаны қабықтарын бетіне жабамыз. Капустаның қабықтары тағамның бетін толық жауып тұрғаны жақсы, себебі ол буды шығармай ұстап тұрады. Ал буда піскен тағам, яғни ет өте жұмсақ, әрі картоп, сәбіз, басқа да көкөністер езілмей әдемі піседі. Тағамның беті осылай толықтай жабылып тұр. Қазанның қақпағын жауып, баяу отта жарты сағатқа қалдырамыз. Сырбазымыз дайын болды. Мен ең алдымен капустаны бөлмей, тәләкеге салып, оның үстіне ет және көкөністерді салдым. Салып алған сырбаздың бетіне пияз немесе укроп сеуіп, яғни өз қалауыңыз бойынша сәндеп, отбасы мүшелеріне ұсына берсеңіз болады. Сіздерге жасалу жолы және нәтижесі ұнаған болса, видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Және ең бастысы каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.